Қайырлы күн достар, сіздермен Аяржан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында аптап ыстықта салқын жүгері көже дайындайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен жүгерімізді тазалап жуылған жүгерімізді қайнататын ыдысымызға саламыз. Кейіннен үстінен салқын су құйып, жүгерімізді 1,5-2 сағат баяу отта қайнататын боламыз. Жүгері ұзақ уақыт пісетін болғандықтан баяу отта қайнатамыз. Газге қойғанда дәміне қарай азырақ тұз салып қайнатамыз. Суымыз қайнап бастағанда осылай көбік шығатын болады. Көбігін ожаудың көмегімен жайлап алып тастайтын боламыз. Кейін астын баяу қоямыз. Сосын 1,5-2 сағат қайнайтын болады. Жүгеріміз толық піскеннен соң көжемізді бөлек алып, бөлек шелекке құйып аламыз. Кейіннен осы суға айранды араластыратын боламыз. Қолдың айраны, менде айранды жақсылап араластырып, іртіктерін кетіретін боламыз. Блендер болса, блендермен де айландырсаңыздар болады. Кейіннен көжемізге құйып, жақсылап араластырып, үстіне мұз баклажкідегі мұзды баклажкіні салып қойсақ болады. Немесе холодильникке қойып, пайдаланып іше беруге болады. Дәмін көреміз, дәміне қарай тұз саламыз. Осылайша қойып, салқындатып қойсақ болады. Мінекей көжеміз дайын, салқын көжеміз. Осылайша араластырып, кесеге құйып, іше беруге болады. Шөлдегенде шөліңді басатын, қарның ашса тағам ретінде пайдалануға болатын тойымды көже. Ас болсын баршаңызға.